Құрметті әріптестер, сіздерге Camtasia 8-де Renderforce'тағы арнайы видеоның водяной знагын қалай жасырып қоюға болатынын көрсетемін. Ол үшін өзіңіз видеоны бірінші таңдап алып келеміз. Import медианы басу арқылы қажетті біз видеоны таңдаймыз. Мысалы, біздің видеомыз қай жерде тұр, сол жерге барамыз да қажетті видеоны таңдап алып келеміз. Кез келген видеоны таңдап алып келеміз. Енді өзімізге қажетті видеоны таңдадық. Таңдап әкеліп қойғаннан кейін, видеомыздың шетінен тарту арқылы қалыпты режимге келтіреміз. Көріп отырғандарыңыздай, оң жақтағы төменде Renderforce'тың арнайы белгісі берілген. Енді оны жасыру үшін Close батырмасын басу арқылы біз мына бір пішінді таңдаймыз. Енді осы пішінге өзіміздің телефон номерімізді немесе аты жөнімізді жазып қоюға болады. Бұл енді өзіңіздің еркіңізде, өзіңіздің қалауыңызда не жазсаңыз. Енді осы фигураның размерін келтіре отырып, арнайы градусқа келтіріп, бұның бір жақ шері кез келген бағытқа айнала береді. Енді мына жерге келтіріп қоясыз жаймен ғана. Екі жақ шетіне тарта отырып, енді оны түсіндіріп кетіруге болады. Себебі мен фонын ақ қойғаннан кейін мен оның түсін сәйкесінше кішкене өзгертіп аламын. Енді қараңыздар. Бірінші дорожкаде біздің видеомыз тұрды. Екінші дорожкаде надпис, біздің телефон номеріміз немесе аты жөніміз. Енді біз бұл жазылған жазуды видеоның соңына дейін бірдей созамыз. Себебі біздің видеомыз басталғанда және аяқталғанда сол знак тұру керек. Ал егер сіз жазуды өте қысқа алып немесе қақ ортасына қойып қоятын болсаңыз, видеомыз басталғанда және соңында водяной знак көрініп тұрады. Мына жерге келтіргенде сағап жеткен ол үшін жазылған жазуымыздың екі жақ шетінен шамалы созамыз. Енді бұны біз сақтаймыз. Сақтау жолын білесіздер. Тағы да бір көрсетіп жіберейін. Кез келген видеоңызды әкеліп, таңдаған видеоңызды әкелесіз. Close батырмасын басу арқылы өзіңіз қажетті пішінді таңдайсыз. Кез келген пішінді таңдап, ол жерде немесе аты жөніңізді жазуға, немесе бір сөйлеп қалуға болады. Міндетті түрде размерін келтіріп аламыз. Өзіңізге қажетті өлшемде батырманы басу арқылы бұл жерде размерін үлкейтуге болады, кішірейтуге болады, түсіндіруге болады. Енді бұл түсіндірмеспейтін болса, онда бізде өзімен ашық түс аламыз. Осылай етіп, креативті ұстаз деген біздің үшін видеодан біткен сияқты жазуымыз кішкентай қылайық. Thank you.
және сақтауды білесіздер. Мына форматты таңдай отырып, яғни көптеген форматтар шығады. Соның ішінде осы форматты таңдай отырып, далее батырмасын басып, өзіңізге қажетті есімді беріп, яғни мысалы жоба деп жазайын, және өзіңізге қажетті орынды таңдайсыз, рабочий стол, сосын бұны сақтайсыз.